жанын жақын, көру қиын бөтеннің. Мазаға ашып қиналасың бас қатып, мұрныңды неге сонша көтердің? Көтеретін таппадың ба басқа тек? Маған қылған ұмытылмас сол ісің, мен оларды тапсырамын Аллаға. Сені беске мен білемін сол үшін, өзіңді де, өзгені де алдама. Өзің тапқан таяғыңды аз көрдің, ақылыңның ұзындығы 1 метр. Саусағыңа жүзік тағып мәз болдың, кісен болып шықпасына кім кепіл? Сен өзіңді сезінесің қыргүлі, бірақ сенен әдемірек шыбықтал. Жылап жатсаң жұбатпаймын бір күні, мүмкін соңғы күлкің шығар, күліп қал. Ескертуді қарғыс деме тағы да, ондай ойдың керегі жоқ керегі. Сенің қалған мәнсіз сұрақтарыңа сәл күте тұр, өмір жауап береді. Келесі өлең арнайы тапсырыспен оқылған Зәйтүн бауырымыздың туындысы. Гүлмен көрдім суретіңді, көңілім жермен жексен сүйретілді. Гүл көңілім тапталды, үйретілді. Қуанған ем, кездестіріп бұрынғыны, ғашық қылған кезіңдегі бұрымдыны. Қанша жылдар өтсе де сол баяғы, түсірдің ғой есіме әппағым бұрынғыны. Тыңда, түсін назар сал, бері қара. Мен саған баяғы жылдағы бала емеспін. Өзенінде өмірдің ағынымен ағып бара, бала боз жігіт шақта сен іздедім. Не айтамын, не дейін көңіл қапа, жеткізе де алмай ойларды отырмын ғой. Келіп жатыр жүрек жаққа қотырмын ой, жас кезде деп сөйлейтін болыппыз ғой. Тұрмысқа шығып кетті деп ойладым, қолыңнан ұстап қалу бір құшақтап. Өкінгенмен пайда жоқ жер тепкілеп, пайда жоқ түсіндіру әлемді тым сақтап. Кетуі қабіріңе арманың өкінішті орындалмай, еткендей мың жеріңнен мың пышақтап. Сол жылға алып келсе жабысар ем, соңғы дем қалғанша мен құшақтап. Авторы Зәйтүн.